15 және 31 тамыз аралығында Дина сауда орталығында мектепке жол 2024 республикалық акциясы аясында үлкен жәрмеңке ұйымдастырылды. Мұндағы жалпы мақсат тұрғындарға қолжетімді әрі арзан бағада өнім ұсыну. Әрине, жәрмеңкеге келіп жатқан тұрғындардың қарасы қалың. Оларға бұл жердегі баға қолжетімді ме? Бірге сұрап көрейік. Міне акиматтың бастауымен болып атқан ярмарка биыл екінші жылы болып жатыр. Біз өз заттарымызды екі есе төмен бағамен беріп жатырмыз. Міне қараңыз, біздің қалада 3 дүкеніміз бар. Сонда да жақсы сапалы киімдерді біз халыққа тиімді бағамен ұсынып жатырмыз. Біздерге қолжетімді өте жақсы. Қуанып жатырмыз. Жақсы бағамен сатылып жатыр. Бала шағамызға алып қуанып жатырмыз. Бағалары өте қолжетімді, жақсы бағада. Халықтың көпшілігінен көруі болады, бәрі осы жерден келіп сауда жасап жатыр. Енді арнайы осы төмен бағамен, ең төмен бағамен халық тұтынсын, көп балалы отбасылар бар, соларға тиімді болсын деп осындай арнайы жәрмеңкелік столдар қойылып жатыр ғой.